жүремінге қош келдіңіздер. Жұмысқа орналасайын деп отқанда бізге резюме міндетті түрде керек, себебі жұмыс беруші біздің резюмемізді қарайды, яғни қай жерде, қалай, қай жер жасадыңыз, білімімізді барлығы резюмеде қысқа нұсқа жазылып тұрады. Сонымен компьютер арқылы бізде Microsoft Office программасы міндетті түрде болу керек. Атақты программа, көптеген компьютерде болады, сізде тексеріп көріңіз. 2003, 2007, 2010, 13, 3 жыл сайын шығарып тұрады Microsoft компаниясы. Мына Microsoft Wordқа кіреміз 2010-ға. Кіргеннен кейін, міне осы жерде сіздерде осы жерге резюмеңізді жазып бастайсыздар. Резюме деп жазамыз, резюме. Мынаны кішкене басып тұрамыз. Главныйға кіремізді кішкене қарағылдырамыз, міне. Үлкейтетін. Және мына кішкене өзіңіз мына шрифт таңдайсыздар, Arial Black, қарағылдырасыздар. Ой, мен мына қара, сосын мына кішкене үлкейтеміз, қандай болсын? 48 жақсы, негізіне 48, міне. Болды. Осы жерге атымыз жазамыз, яғни тегімізді. Және әкеміздің атын жазамыз қалауымыз бойынша. Сосын мұнан кішкене үлкейтеміз. Главный кіріп өзіңіз. Жиырма төрт осы жақсы. Өзіңізге ыңғайлы етіп алып аласыз. Сосын болды. Қазір мен мысал ретінде видеоның астында қалған шрифті 14-пен жазған жақсы. Достар, мен осы сөздің барлығын видеоның астына тастап кетемін. Мына шрифттер 13-пен жазылады, бірақ қалауыңыз бойынша кішкене жер толтыру үшін 14 қылдыруға болады. Енді өзіңіз келістіресіздер. Осыны копировать етіп аласыздар. Видеоның астында осы болады. Описание видеоның сипаттамасында. Тілді қалай ауыстырады десеңіз, Shift пен Alt сол жағында. Shift және Alt бірге басып тұрады, тіл ауысады. Көрдіңіз, русский, английский, казахский. Болды. Осыны толтырып тастайсыздар. День рождения, национальность, семейное положение, гражданство, РК тұра берсін. Голосты өзгертесіздер. Тұрмысқа шыққан болсаңыздар, замужем дейсіздер. Жігіттер женат дейсіздер. Сосын образование, туған қай жерде оқыдыңыз жазасыз, специальность, мамандығыңыз жазасыз, опыт работы, енді қай жерде жұмыс жасасыз, жылдарымен жазасыздар, қай жылдар аралығында. Болды, қалғандар қала берсін. Файлға кіреміз, сохранить как дейміз. Сосын рабочий столға сақтап қойық. Резюме дейміз, сохранить. Болды. Жауып тастаймыз. Резюмеміз сақталды, енді почта ашып көрейік. Интернет браузерге Opera болады, Chrome болады. Жоғары жағында Yandex.kz-ге кіреміз, міне. Немесе жоғары жағында мына жерге жаза беруге де болады. Mail.ru деп жазайық. Міне шығады. Mail.ru, баяғы біздің агентке тіркегеніміз. Регистрация в почте дегенге басамыз. Атымыз жазамыз. Керек болады. Барынша құжат бойынша жазыңыздар. Орысша болады, немесе ағылшынша әріппен жазуға болады, өз ыңғайыңыз. Город таңдамауға болады. Почтовый подсказка бергенде барынша таңдаңыз. Пароль тек цифра болмау керек, және тек әріп болмау керек. Ішінде неде болса бір әріптер және цифралар болуы керек. Барынша 6 символдан жоғары болсын, яғни 6 әріп, немесе бір цифра, немесе 6 цифра, бір әріп деген сияқты. Мобильный барынша жазуға тырысыңыздар. Егер пароліңізді ұмытып қалсаңыз, телефон номері арқылы қалпына келтіруге болады. Осыны жаттап алыңыздар. Осы сіздің почтаңыз. Иставь нижний пробел 55 @mail.ru, пароль. Мен әзір жазбай қойын, мысал ретінде у меня нет. Зарегистрироваться басамын. Осыны жазамыз, суреттеген қатесіз не тұр. Робот емес екенімізді тексеріп тұр, готово басамыз. Болды, біздің почтамыз ашылды. Мына жерге загрузить фото, өз фотоңызды қосуға болады. Болды, сохранить. Мынаны сохранить етесіздер, өз қалауыңыз бойынша фотоның артындағы фонды таңдауға болады. Сохранить басамыз, закончить.
өшіріп тастаймыз, керек емес бізге. Енді резюмемізді жіберіп көрейік. Написать письмо. Одан кейін осы жерге компанияның почтасын жазасыздар. Мысал ретінде почтамыз жазамыз, міне қатесіз жазамыз. Теманы резюме дейсіздер, міндетті түрде, себебі жұмыс беруші көру керек. Резюме прикрепить файл дейміз, резюмемізді таңдаймыз. Менде рабочий столда, яғни бізде рабочий столға кіреміз, міне открыть басамыз. Осылай қосып жіберуге болады. Прошу рассмотреть мое резюме деп отправить дейміз. Минут болмай компанияға біздің резюмеміз жеткізіледі. Сіздерге тағы бір құпия ашайын. Барынша резюмені компьютерде емес, флешкеде емес, ауада сақтаңыз. Ол не ол ауа, қалай оны сақтайды деген сұрақ туындаса, видеоның астына сол видеоны тастап кетемін. Міндетті түрде сол видеоны көріңіздер. Ол сізге керек болады болашақта. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз осы видеоға.